Өмірде сізді ешкім өз ата-анаңыздай жақсы көрмейді. Сондықтан, біреудің өмірімнен артық сені жақсы көремін деген сөзіне сенудің қажеті жоқ. Жоқ кездегі адамның шыдамдылығы мен сабырлылығын, бар кездегі адамның мінез құлқы адамның кім екенін анықтап береді. Бар болса тасымаған, жоқ болса жасымаған қазақтың қасиеттерін үлгі тұту қажет. Бүгінде көп адам сіздің адамдық қасиетіңізге емес, қалтаңыздағы ақша мен қызметіңізге көп көңіл бөледі. Берген қамал бұзады деген. Елге берсеңіз жағасыз. Сіздің пейіліңіз емес, әкелген сыйлықтың құнымен сізге құрмет көрсетіледі. Қазір туыстан алыстап, өз туысың шақырмаса да, қызметіңіз болса, үш қайнаса, сорпасы қосылмайтын, сізге төрден орын береді. Қолыңыздан билік кетіп, ақшаңыз болмаса, досыңыз азаяды. Қолыңызға қарға тышып, бақ дәулет қайтып келсе, жем іздеген тауықтай босағаңыздан кетпейді. Жағдайым жақсы деп, көпшілік отырған жерде айтсаңыз, дұшпаныңыздың саны артады. Нашар деп те айтпаңыз, себебі сізді ұнатпайтындар қуануына себеп боласыз. Ең жақсысы, өзіңіз жайлы айтудың қажеті шамалы. Керек адам өзі де сіз туралы ақпаратты тауып алады. Біреуге ұнауға тырыспаңыз. Кей адамға ұнамасаңыз, ол үшін ойланбаңыз. Құда болып қызын алайын деп отырған жоқсыз. Ондай жерде қайта көңілді болып, қуанышты болуға тырысыңыз. Кейде пенде басқалардың көңілінен шығамын деп, өзін танымай қалатын кездер болады. Адам жасы келгенде кәрілікті қабылдағысы келмейді. Одан қорықпаңыз. Осы күнге жетпегендер қаншама. Шүкіршілік етіңіз. Жас келгенде әр нәрсенің өлшемі бар. Теріге әжім түседі. Бірақ көңіл жас. Өмір туралы ойыңыз өзгереді. Тәңірге жақындайсыз. Торқалы той мен топырақты өлімге жиі барасыз. Көргеніңізбен көп сөзге сенбейсіз. Тек адамның іс әрекетіне қарап баға бересіз. Ең бастысы, бұрын жіберген кемшілікті жас келгенде өзіңізбен сүйретіп алып жүрмесеңіз болады. Біреу сізге сырын айтса, өмірге өкпесі емес, сізге сырын айтқаны. Ақыл беру қолыңыздан келмесе, бәрі ұмтылады, жақсы болады деп сенім білдіріңіз. Қазір көпшілікке сіздің ойыңыз маңызды емес. Сырт келбетіңізге қарайды. Сол себепті үстіңіздегі киімнің қонымды, таза болғанын қадағалаңыз. Тоты құс ұшалмайды, көп сайрайды. Ал қыран құс үнсіз әлемді шарлайды. Қартайғанда сол секілді көп сөйлемей, жігер сіздерге қуат беретін сөз айтып, төрде орныңыз болсын. Қартайған адамның өкініші. Бұрын неге ақша жинамадым? Денсаулығыма неге күтім жасамадым? Туыстарыма бар кезінде неге қол ұшымды беріп көмектеспедім? Әке-шешемнің көңілінен неге шықпадым? Неге өзім үшін өмір сүрмедім? Өткен күн оралмайды. Одан енді не пайда? Айта берсек өмірде өмірлік қағидалар көп. Десек те, жалғыз қалғанда ойыңды қадағала. Достарыңмен отырғанда тіліңді қадағала. Ашуың келгенде мінезіңді қадағала. Топтың ішінде тәртібіңді қадағала. Қысылған сәтте қадамыңды қадағала. Жаратқан рахымын төксе, менмендігіңді қадағала. Өмірге ешқашан өкпелеме, өйткені достарыңды ренжітесің.
жауларыңды қуантасың, ал өзіңе көмектесесің. Өлімнен емес, босқа өткен өмірден қорқу керек. Өмірдің заңы бойынша бір есік жабылғаннан кейін екінші есік ашылады. Бірақ көп адамдар ашылған есікке назар аудармай, жабық есікке қарап тұрады. Өмір бұл өткен күндер емес, ол есте қалған күндер. Өмірде барлығы уақытша. Егер бәрі жақсы болса, рахаттан. Өйткені ол мәңгілікке созылмайды. Егер бәрі жаман болса, алаңдама. Бұл да мәңгілікке созылмайды. Өмір тау сияқты. Баяу көтерілесің, жылдам түсесің. Біз құс сияқты аспанда ұшуды және балық сияқты суда жүзуді үйрендік. Енді адам сияқты жердің бетінде өмір сүруді үйрену қалды. Әр адамның өмірінде екі тамаша күн болады. Біріншісі туылған күні. Екіншісі не үшін туылғанын түсінген күні. Өмірдің мақсаты дұрыс өмір сүру, дұрыс ойлау және дұрыс әрекет жасау. Бүгін қажет емес заттарды сатып алсаң, ертең қажетті заттарды сатасың. Өмірдің ұзақтығы емес, мазмұны маңызды. Ең қиын жолдарды таңдаңыз. Бәсекелестерді кездестірмейсіз. Көздеріңе сенбе, олар тек қана кедергілерді көреді. Үлкен шығыннан қорықпа, кішкене табыстан қорық. Әулие адамның өткен өмірі бар, күнәһар адамның болашақ өмірі бар. Табысқа емес, өміріңнің мәнін табуға ұмтыл. Есіңде болсын, кез келген күн, соңғы күн болуы мүмкін. Сондықтан, әрбір ісіңді бүгіннен баста. Құрметті оқырман, жоғарыдағы айтылған қағидалар сізге аз да болса, пайдалы болса, каналыма тіркеліп, төменгі комментария бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер, нақыл сөздер, ғибратты әңгімелер, ой саларлық оқиғаларым каналымнан көптеп шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыздар.